Сәлеметсіңдер ме, 8-ші сынып оқушылары? Біз сіздермен бірге бүгін қазақ тілі пәнінен 4-ші тоқсанға арналған БЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Бұл бөлімде біз театр және өнер мәдениеті туралы өткенбіз. Енді сол мәтін бойынша, сол бөлім бойынша сіздерге мынадай БЖБ тапсырмасы берілді. Сіздерге мәтін берілген. Бұл мәтінді мұқият оқып алыңыздар, түсініп алыңыздар. Бұл жерде Қазақстанға белгілі еңбек сіңірген қайраткері Әлия Бөпежанованың қазіргі сатиралық театрлар туралы айтқан пікірін жазған. Мынау осы пікірді оқып алып, астында осы тақырып бойынша мынадай сұрақтар берілген. Ал балалар, ол үшін сіздер менің еңбегімді бағалап, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Бірінші мәтін бойынша бірінші сұрақ. Мәтіннен экспрессивті эмоционалды сөздерді теріп жазыңыз делінген. Ал енді бұл мәтіннен мына қызылмен ерекшеленіп сендерге көрсетіп қойдым. Мәтіннің ішіндегі экспрессивті эмоционалды сөздер. Бұлар саны бар, сапасы сын көтермейді. Отбасы ошаққасы, тілді дұрыс айтпау, құда-құдағилар сияқты жеңіл-желпі тақырыптар, жеңіл-желпі сөздер, өздерін жарнамалауға бейім, арзан күлкі, ақша үнемдеу, лайықты еңбекақы, әйел болып киінген, шалбарын шорт кескен келіншектер. Міне осы сөздер экспрессивті эмоционалды сөздер болып табылады. Келесі, екінші тапсырма. Кестені толтырыңыз делінген. Мұнда автордың көзқарасы мен сіздің авторға берген пікіріңіз. Екеуі екі кестеде орналасқан. Мына қызылмен ерекшеленіп берілген мына пікір және өзіңіздің пікіріңіз. Автордың көзқарасы қандай деген пікірге мынадай жауапты ұсынып отырмын. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Автор қазіргі әзіл-сақ театрлардың сапасын сын көтермейтініне қынжылады. Саны көп, бірақ сапасы нашар, айтатын әзілдері жеңіл-желпі тақырыптар туралы. Кәсіби сықақшыларға әзіл жаздыртуға ақшаларын үнемдейді деп пікір білдіреді. Ал сіздің көзқарасыңыз. Мен автор ойымен толық келіспеймін. Себебі қазіргі таңда әзілі жап-жақсы сапалы театрлардың саны артып келеді. Қазір бәрінің көзі ашық, көкірегі ояу. Арзан әзіл халыққа өтпейтінін біледі. Сондықтан сапалы дүние шығарып жатқандары баршылық. Әсіресе көрерменге тәлім-тәрбие беретіндей әзілдерді жастарымыз көптеп шығаруда. Мына бұл өзіңіздің жеке пікіріңіз. Осы жауапты, дұрыс жауапты жазып алыңыздар. Үшінші, сіздерге мынадай сұрақ берілген. Автор мәтінде экспрессивті эмоционалды сөздерді автор көзқарасын қандай мақсатта береді? Олардың мәтін мазмұнын ашудағы немесе оқырманға әсерін күшейтудегі маңызы бар ма? Дәлелдеңіз делінген. Міне қызылмен ерекшеленіп жазылған дұрыс жауапты дәптерлеріңізге жазып алыңыздар. Автор мәтінде экспрессивті эмоционалды сөздерді оқырманға жеткізу үшін сын түзілмейді демекші, осы пікірге назар аударып, театрлардың саны азайып, сапалы дүние шығару мақсат етіп отыр. Оған дәлел ретінде мынадай пікірлерді айта аламын. Қоғамдық, әлеуметтік мәселелерден гөрі отбасы, ошаққасы, тілі айтпау, құда-құдағилар сияқты жеңіл тақырыптарды шиырлаңқырап қалып жүр. Сахнаға шығып, әйтеуір жұртты күлдірсек болды дейді сияқты. Тағы бір мәселе, қазіргі жастар сахнаға шығып алып, өздерін жарнамалауға бейім. Міне осы жерде сіздерге экспрессивті эмоционалды сөздердің мәнін және олардың оқырманға әсерін күшейтудегі маңызын дәлел ретінде жазып отырмын. Осымен БЖБ тапсырмасының сұрақтары аяқталды. Дәптерлеріңізге жазып алыңыздар.